Мен Тоқтасыма Мөлдір Кенжебекқызы, туып өскен жерім Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылында 2001 жылы қазан айының 25-інде дүниеге келгенмін. Ұлтым қазақ. Қазақстан Республикасының азаматшасымын. Қазіргі уақытта тұрмыс құрмағанмын. Ең алғаш мектеп қабырғасын 2007 жылы номері 47 орта мектебінде аттағанмын. 9 сыныптан кейін оқу орнына түсу үшін қазіргі заман гуманитарлық техникалық колледжінде әрі қарай өз білімімді жалғастырдым. 2016 және 2021 жылдар аралығында осы колледжді үздікке тәмамдадым. 2021 және 2022 жылдары номер 36 бүлдіршін бөбекжай бақшасында тәрбиешілік қызметін атқардым. Балабақшада балалармен де, ата-аналармен де жақсы қарым-қатынаста құра білдім. Әріптестермен де бір жерде жұмыс жасап, өзімнің білімім мен біліктілігімді қолымнан келгенше барынша жұмысымды тиянақты, ұқыпты, адал іскер бола білдім. Оқыған мамандығымды жан-тәніммен жұмыс жасап, балалардың жүрегінен жол таба білдім. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университетін 2021 мен 2025 жылдар аралығында білім алып, бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығын тәмамдадым. Номері 47 орта мектебінде практика барысында аш сабақтар мен күнделікті өтілетін сабақтарды өте білдім. Қаратай Тұрысов атындағы номері 53 мектепте практика жүйесінен сабақ беріп, оқушыларымды оқуға, тәрбиеге бейімдедім. Практика барысында өз біліміммен бірге сәуірдің 9 жұлдызында 2025 жылы педагогтердің білімін бағалаудан өту туралы сертификатынан тапсырып, 50 ұпайдың 33 ұпайын алып шықтым. 2025 жылы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университетін бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығын бітірдім. Менің біліктілігім, тәжірибем мен құмарлығым мені сіздің оқытушылар тобының құнды мүшесі етіп, оқушылардың жоғары жетістіктерге жетуге шабыттандыратынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.